Sunlight Corporate'den tanыс болғаныма тура 2 жыл болды. Тобымызбен де келіп, әрбір осындай жаңа бір дүниенің презентациясы болып жатқан кезде әніміз арқылы да рухты, көңілді әндерімізбен де қолдау көрсетуге тырысып жүрміз. Бұл жерде енді сөздің шындығын айтқан кезде басшылығында бұған дейін де ешқандай бір жеке қарым-қатынаста ешқандай мақсатсыз, ең бастысы елімізден шыққан отан болғаннан кейін Қазақстанның патриот азамат ретінде қолдау беріліп басталды. Және рахмет. Мен өзім театрда істеймін. Театрдағы рөлдеріме сәйкес әрдайым спортивный телосложение дейді ғой, әрдайым спортпен шұғылданып жүру керек. Сол мақсатта Sunlight'тың бір емес жаңағы саумалда жасалған капсулалары бар, сосын жаңағы атлет суға езіп ішетіні бар. Күшті үшін. Бізде шаршап жүрген режим жоқ қой. Жаңағыда мысалы таңда келіп енді ұйқыдан тұрып кешігіп келе жатырмын, кешірім сұраймын. Режим жоқ кездерде витаминный комплекспен бір күшті болып жүруге өзімде кәдімгі әсерін алғанмын. Алғаннан кейін де келіп тұрған жайым бар. Айналама жарнамалайтын кезде де мен алдым, осылай деп жарнамалаған жоқпын. Бірінші бір айдай, бір жарым айда өзім тұтынып, нәтижесін көргеннен кейін өзімнің оқырмандарыма ұсыныс жасап жарнамаладым. Және бүгінгі шығып жатқан дүниесі өте маған таныс. Себебі біз түбіміз сол ауылдан шыққан қазақтың құмына, ауылдың топырағына аунап өскен. Тостағанның ішінде сап-салқын болып көженің суы дайын тұрады. Одан қала берді айран, қымыз, шұбат. Міне нағыз осындаймен өскен баланың жалпы адамның иммунитеті мықты болады. Дәл солай біздің өзіміздің геніміз де бар, генетикамыз да бар, өзіміз жылқыға жақынбыз. Сол бір тағы да табиғи өнімдерін ұсынып жатыр екен. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Ең бастысы қандай да бір елге ұсынатын продукт болғанның өзінде бизнес екен деп біреулер алдап жатады, арбап жатады. Оның нәтижесі жарайды, ең бастысы товар өтсе, ақшасы келсе деп біз талайын енді Алматыға келгеннен кейін неше түрлісін көрдік. Сетевойдың да түр-түрін, шет жағасын естідік, достарымыз кіріп кетіп әлі шыға алмай жүргендер бар. Ең бастысы бұл кісілерден ұнайтыны расымен өнімнің сапасы. Сапа бұл ең негізгі нәрсе. Адамды алдамау, халықты алдамау, шынымен нәтижесін бергенін күту. Мейірім ханыммен де сөйлескен кезде әрдайым маған сіздің жарнамаңыз қажет емес, маған сізге әсер етті ме, етпеді ме, сол маңызды деп үнемі сұрап отырады. Демек, бұл өзінің ұсынып жатқан өнімінің расымен халыққа пайдасы бар ма, жоқ па деген үлкен сұрақ тұрғаны. Бұл негізгі принцип деп есептеймін. Сіздерге рахмет, сәттілік тілейміз. Себебі елім маған не береді емес, мен еліме не беремін деп еңбек ететін азаматшылар, қыз да болса, нәзік болса да осылай шапқылап жүрген жандарға үлкен алғысымды білдіремін. Сіздерге табыс тілеймін, сәттілік тілеймін. Арнайы ат басын бұрып, осылай сіздерге сәттілік тілеуге келген жайым бар. Рахмет. Әрдайым осылай мен сыйлықпен